Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Жылғас. Осы кондитер саласында 10 жылдан аса тәжірибем бар. Алдыңғы живой мастер-класста бір қыздың ұсынысы бойынша, яғни миксер жайында толық ақпарат берсеңіз деп кетті. Сол себепті толық ақпарат беріп кетейін. Ең бастапқыда қандай миксер таңдауыңызды білмей жүрсіз бе? Онда мен сізге көмектесемін. Ал кеттік. Бізде басында мен Скарлеттпен бастадым, яғни 1,5 мың теңгелік ақ миксер барлықтарыңызда болған шығар. Бастапқыда сонымен бастадым. Содан да плотно Бупипайдың шариктерін шығаратымын. Жақсы миксер, негізі мен өзімнің тәжірибеммен бөліссем, Кембітті мақтайтын ем, автомат Кембітті. Не үшін? Кембіт миксері 5 жыл гарантиясы бар, германский. Сосын миксердің насадкасы қанша қалың болған сайын, оның, яғни үлкен объемны болған сайын кремдеріңіз тез болады. Сосын бұның объемы менде 1,5 бат болып келеді. Егер де сізде баты көп болған сайын, яғни ол жұмысыңыз тез болады деген сөз. Яғни нада 15 минут, нада 2-3 минуттың өзінде кремдеріңіз дайын болады. Бірақ та Кембітті ең жақсысы деп Кембіт алып жүрмеңіздер. Бастапқыда барлық мастер-класстарында мен Кембіт жақсы, пичтің мынандайы жақсы, смегі жақсы деп айтып кететімін. Сосын бір мысалмен бөлісіп кетейін сіздерге. Бір қызым менде, Түркістанның қызы, торттың бірге бір қалады екен деп, Кембіт жақсы екен, смек жақсы екен деп, миллионға дейін кредит алып, содан бір торт жасап көріп, шаршап, яғни ол мына кәсіп тортпен айналсаңыздар, бұл энергияны кәдімгідей сорады. Яғни бұл кәсіппен ұнату керек. Одан кейін кредитке батып, сосын сатып беріңізші деп отыр. Сосын бұл кәсіптен айтайын дегенім, бұл кәсіпті сіз ұнатуыңыз керек. Бастапқыда Кембіт жақсы деп бірдесінен бұны алуға болмайды, яғни жағдайларыңызға қарайсыздар. Ручной миксердің жақсы бар. Мысалы, мына 2 миксер, мына кондитер дүкенінен, мына магазиннен, Эврикадан алған тұғым. Менде Redmond 26 мыңға алған тұғым, осыдан 2 жыл алдым. Тритоберді кондитерскийден 5500 теңгеге алған тұғымын. Бұл екеуінде 700 бат, яғни скорысы крем жасауы бірдей. Бірақтан, мұна Тритобермен жұмыс жасасам, мен бір кремнің өзінде иіс шыға бастайды. Ал Redmondпен жұмыс жасасам, 2-3 топқа шейін, яғни қызарып, ондай иіс шығу, ондай неприятный случайлар болмайды. Яғни баты көп болған сайын сіздің жұмысыңыз тез болады. Бірақтан, Бупипайдың енді сіздерді көбінесе шарик шығаруда Бупипайды крем сүйіп кету мүмкін, кремде қиналасыздар, иә? Кремде ручной работамен де, автомат работамен де екеуінде бірдей крем шығаруға болады. Бұл жерде просто мынада уақытыңыз тиімді, яғни 2-3 минут айналдырасыздар, 10-15 минут кемінде 7 минут айналдырасыздар. Сіздерде миксер таңдауда басты мән беретін қағидаларды айтып кетейін. Егер де ручной миксер алатын болсаңыздар, басындағы насадкасы қалың болу керек. Яғни қалың болған сайын жұмыс уақыттарыңыз өте тезірек болады деген сөз. Сосын батына, яғни жұмыс істеу скоросына қатты мән беріңіздер. Скорысы көп болған сайын жұмыс істеу тиімділігі, уақыты тез болады. Одан кейін темір болғаны жақсы. Бұның менде құрбыларымда тұрғы пластиковый, ол тез нетіп қалады. Германский Кембітті ұсынатын едім сіздерге. Және де ыдысы менде 5 литр. Ыдысы қанша көп болған сайын 5, 7, 10, 20 литрға шейін көргенмін. Мынаның ыдысы үлкен болған сайын, мысалы мынада 3 торттың кремін бірге сала салам. Егер объемы көп болса литрдің, сіздер 10 торттың кремін бірдей салуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге әрқашан пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын. Сіздермен Ұлжалғас.